Сәлеметсіздер ме? Қостанай педагогикалық колледжінің 4-ші курс студенті Сагиндикова Арайлым. Математика пәні, тақырып құрама есептер, 2-ші сынып. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы, көңіл-күйлерің көтеріңкі болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын тақтаға назар аударып білейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз құрама есептер. Тақырыбымызды бастамас бұрын ең алдымен ойын ойнайық. Ойынның аты арттыр деп аталады. Ойынның шартына келетін болсақ, мен қанша рет шапалақ ұрсам, сол шапалақ санын 2-ге арттырасыңдар. Мысалы, мен 1 рет шапалақ ұратын болсам, сол 1 шапалақты 2-ге арттырасыңдар. Ойын шарты түсінікті болса, ойынымызды бастайық. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Жақсы. Не деген керемет балаларсыңдар. Ары қаратай жалғастырайық. Жарайсыңдар оқушылар. Ең соңғы рет ойнап көрейік. Жақсы. Ойынды ойнап болсақ, көңіл-күйімізді көтерсек, ары қаратай сабағымызды жалғастырайық. Ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын, сабағымыздың мақсатын білейік. Құрама есептердің шешуін, санды өрнектер және жекеленген амалдар түрінде модельдеу және шығару. Ал біздің бүгінгі мақсатымызды айтатын болсақ, құрама есептерді талдау, шешуін амалды орындау арқылы табу болып табылады. Сендерге сұрақ. Қайсысы есеп? Сендерге 2 нұсқа берілген, сол 2 нұсқадағы сұрақ мәтінде қайсысы есеп болып келеді, соны сендер атауларың қажет. Бірінші нұсқада Арман асханадан 40 теңгеге шырын және 60 теңгеге бәліш алып жеді. Ал екінші нұсқада Арман асханадан 40 теңгеге шырын және 60 теңгеге бәліш алды. Арман барлығы неше теңге жұмсады? 1-2. Ойынның аты арттыр деп аталады. Ойынның шартына келетін болсақ, мен қанша рет шапалақ ұрсам, сол шапалақ санын 2-ге арттырасыңдар. Мысалы, мен 1 рет шапалақ ұратын болсам, сол 1 шапалақты 2-ге арттырасыңдар. Ойын шарты түсінікті болса, ойынымызды бастайық. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Жақсы. Не деген керемет балаларсыңдар. Ары қаратай жалғастырайық. Жарайсыңдар оқушылар. Ең соңғы рет ойнап көрейік. Жақсы. Ойынды ойнап болсақ, көңіл-күйімізді көтерсек, ары қаратай сабағымызды жалғастырайық. Енді біз сабағымыздың мақсатын білейік. Құрама есептердің шешуін санды өрнектер және жекеленген амалдар түрінде модельдеу және шығару. Бүгінгі біздің мақсатымыз құрама есептерді талдау, шешуін амалдарды орындау арқылы табу. Сендерге тапсырма. 2 нұсқаның ішінде қайсысы есеп, соны табуларың қажет. Бірінші нұсқада Арман асханадан 40 теңгеге шырын және 60 теңгеге бәліш алып жеді. Ал екінші нұсқада Арман асханадан 40 теңгеге шырын және 60 теңгеге бәліш алды. Арман барлығы неше теңге жұмсады? Сендерге 30 секунд уақыт беріледі. Ойланып көріңдер.
Жарайсыңдар оқушылар. Екінші нұсқа дұрыс. Дәл таптыңдар. Арман асханадан 40 теңгеге шырын және 60 теңгеге бәліш алды. Арман барлығы неше теңге жұмсады. Дұрыс айтасыңдар. Екінші нұсқа екенін қайдан білдіңдер? Жарайсың. Енді сендерге есептің құрамын есіне түсіріңдер. Маған атап шығындаршы. Жарайсыңдар. Есептің шарты, сұрағы, шешуі, жауабы болады. Жарайсыңдар оқушылар. Құрама есептер туралы білу үшін бейнебаянға назар аударайық. Сен бүгін құрама есептің қалай шығарылатынын білетін боласың. Есептің шартын құрып, және оны шығарайық. Арманда 4 кітап бар, ал Жұлдызда 2 кітап артық. Есепті шешу үшін 4-ке 2-ні қосамыз. Ендеше Жұлдызда 6 кітап бар. Өте жақсы. Енді есепті тағы бір сұрақпен толықтырайық. Арман мен Жұлдызда барлығы неше кітап бар? Есептің сұрағына бірден жауап бере аламыз ба? Жоқ, жауап бере алмаймыз. Неге? Дұрыс, біз Жұлдызда неше кітап бар екенін білмейміз. Есепте неше сұрақ бар? Дұрыс, 2 сұрақ. Ендеше есепті 2 амалмен орындаймыз. Алдымен Жұлдызда неше кітап бар екенін тауып аламыз. Содан кейін Арман мен Жұлдызда барлығы неше кітап бар екенін табамыз. Арманда 4 кітап, ал Жұлдызда 6 кітап. 4-ке 6-ны қосамыз, 10 кітап. Осы 2 амалды бір өрнек түрінде жазуға болады. Енді жауапты жазамыз. Арман мен Жұлдызда барлығы 10 кітап бар. Енді осы есептерді салыстырайық. Бірінші есепте бір сұрақ болғандықтан, бұл есепті бір амалмен шығардық. Ал екінші есепте 2 сұрақ болғандықтан, оны 2 амалмен шығардық. 2 және одан да көп амалмен орындалатын есепті құрама есеп дейді. Жақсы, бейнебаян көріп болған болсақ, енді тапсырманы орындайық. Сенің ойынша қай нұсқа құрама есеп? Бірінші нұсқада Астананы көру үшін әрқайсысында 8 баладан 3 топ және 6 мұғалім келді. Астанаға балаларға қарағанда мұғалімдер неше есе кем келді? Екінші нұсқада Астананы көру үшін 8 бала және 6 мұғалім келді. Мұғалім балалардан нешеуі кем? Сендерге 10 секунд уақыт беріледі, ойланып көріңдер. Жарайсыңдар. Бірінші нұсқа дұрыс жауап бердіңдер. Өйткені құрама есеп дегеніміз ол бірнеше амалдармен орындалатын есептің түрі. Жарайсыңдар. Жауабымызды тақтаға назар аударып тексерейік. Бала 3 топ 8-ден және мұғалім 6 балаға қарағанда неше есе кем? Шешуі 2 амалмен орындалып тұр. Біріншісі 8 көбейту 3 24 бала. Екінші амал 24 бөлінген 6 тең болады 4 есе кем. Және де жауабын айтатын болсақ, мұғалім балалардан 4 есе кем келді. Жарайсыңдар. Ал енді бірінші жаттығу. Бірінші жаттығудың асы берілген. Сырым Астананың 36 суретін басып шығарды. Ол 7 беттің әрқайсысына 4 фотосуреттен орналастырды. Неше фотосурет қалды? Кәнекей, сендерге 30 секунд уақыт беремін. Қалам, дәптерлеріңді алып, шығара қойыңдар.
Кәнекей шығарып болдық па? Жарайсыңдар, ендеше біз жауабын тексерейік. Басып шықты 36 сурет, 7 бетке 4 суреттен орналастырылды, қалды қанша фотосурет. Шешуі: 1-2 амалмен шығарылған, 7 көбейту 4 28, және де 36 азайтылған 28, тең болады 8. Жауабы 8 фотосурет қалды. Ендігі бірінші жаттығудың бізі. Астанадағы жаңа үйге 4 адамнан тұратын 6 отбасы және 3 адамнан тұратын 7 отбасы қоныстанды. Барлығы неше адам қоныстанды? Сендерге 30 секунд уақыт беріледі. Есепті шығара қойыңдар. Жарайсыңдар. Енді тапсырманы тексеру үшін тақтаға назар аударамыз. 4 адамнан 6 отбасы, 3 адамнан 7 отбасы, барлығы қанша адам қоныстанды? Шешуі: 3 амалдан тұрады екен. Біріншісі: 4 көбейтілген 6 тең болады 24 адам. 3 көбейтілген 7 21 адам. Және де соңғысы 2 адамдар санын қосамыз. 24 қосамыз 21 тең болады 45. Сонда барлығы 45 адам қоныстанды. Дұрыс шығарыпсыңдар оқушылар. Жарайсыңдар. Екінші жаттығу. Жарқын 12 жаста, ал Каусардың жасы одан 2 есе кіші. Каусар Жарқыннан неше жас кіші? Сендерге есепті шығаруға 30 секунд беріледі. Жақсы, есепті орындап болсандар, тақтаға назар аударайық. Есептің жауабын көрейік. Шешуі: 12 бөлінген 2 тең болады 6 есе кіші. Және де 12 азайтылған 6 тең болады 6. Каусар Жарқыннан 6 жас кіші. Жарайсыңдар оқушылар. Үшінші жаттығу. Сыныпта 30 бала бар. Үзілісте 10 бала шығып кетті де 5 бала кірді. Сыныпта неше бала болды? 30 секунд уақыт беріледі. Есепті шығарып көрейік. Жарайсыңдар оқушылар. Есепті шығарып болсақ, жауабын тексерейік. Барлығы 30 бала. Үзіліске 10 бала шығып кетті. Қайтадан 5 бала кірді. Сыныпта неше бала қалды? Шешуі: бірінші амал: 30 азайту 10 тең болады 20 бала. Екінші амал: 20 қосу 5 тең болады 25 бала. Жауабы: сыныпта 25 бала болды. Жарайсыңдар оқушылар. Қате түсінікті тексеру. Мен сендерге
мәтінді оқимын, сол мәтіннен дұрыс-бұрыстығын айтамыз. Бірінші, құрама есеп дегеніміз бір ғана амалмен орындалатын есеп. Жарайсыңдар. Екінші, жай есеп бірнеше арифметикалық амалдардан құралған есеп. Жарайсыңдар оқушылар. Үшінші, Астананы көру үшін әр қайсысында 8 баладан 3 топ және 6 мұғалім келді. Астанаға балаларға қарағанда мұғалімдер неше есе кем келді? Қай есеп түріне жатады? Жарайсыңдар, құрама есеп. Не деген тапқыр балаларсыңдар? Жақсы, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.